Бүгін 8 ноябрь, пейшембі. Дүйсенбі, пейшембі күні ораза ұстағандарға мешітте осындай дастархан жайылады екен. Аузын ашады да ақшам намаз кіргенде намаздарын оқиды. Міне пайғамбарымыздың мешіті Әл-Харам деп аталады. 750 мың адам сыяды екен ішіне. Әр жақ дүние жүзінен келген әр нацияның адамдар бірге мына ауыздарын ашайын деп отыр. Мешіттің ішінде мынандай ыдыстарда зәм-зәм сулар тұрады. Бесплатно қанша ішкің келеді, қанша алып кетесің. Мекке Мадинадан алып келінеді міне. Қаншау керек міне. Бұл жерде одан кейін садақаны мынандай жұмыскерлерге береді екенсің садақаны. Қайыршыларға емес, жұмысшыларға береді екенсің. Мекке Мадинадан кішкентай бұл мешіт 1 миллион адам сияды екен бірақ. Сұмдық адам деген ішіне 750, сыртына 300-дей, сонымен 1 миллион адам толады екен. Былай ұзағынан. Забор тұрған жерден ар жағында әйелдер, мамашкілер намаз оқып жатыр қазір. Құда қаласа барып жатыр сол жаққа қазір жамағатпен бізбен бірге оқиды. Тамаша енді ше. Ауызашарға шақырып тұр мына жігіт, мына дастархан жайып қойған. Ауызашарға келгендерді. Осы жерді көруді барлықтарыңызға нәсіп етсін. Өте тамаша. Осы роликті кім көрсе де осы жерде болуды армандаңыздар, Алладан тілеңіздер. Өз көзіңізбен көрген басқаша. Қазақстаннан адамдар азап, дүние жүзінен бір 80% басқа ұлттың адамдары. Бұл жерде бәрі бір-біріне бауыр екен көрініп тұр. Затты қойып кете бересің, жоғалмайды. Өте тамаша, барлықтарыңызға жұғысты болсын осы Медина қаласындағы пайғамбарымыздың мешіті. Алла разы болсын.